Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай әдемі дастарханға қойылатын пирожныйлардың жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге керекті заттар осылар. Бұның құрамын осы видеоның астына жазып кететін боламын. Ең алдымен қойытылған сүтімізді құйып, жұмыртқа екеуін араластырамыз. Қойытылған сүттің пайызы жоғары болғаны дұрыс. Себебі қамырыңыз жұмсақ әрі жақсы көтерілетін болады. Енді жақсылап араластырып алған соң кішкене тұз салып, ұнымыз бен қопсытқышымызды осылай бірге араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Енді бірдей қылып жақсылап араластырамыз. Енді жақсылап араластырып болған соң, осылай көз мөлшерімен пергамент қағазымызға бірдей қылып жағып аламыз. Өздеріңіз білесіздер, 3 немесе 4 бөлікке осылай бөліп пісіріп алсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште мен 180 градуста 3 бөлікке бөліп осылай пісіріп алдым. Енді градусын өздеріңіз көресіздер, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан. Кішкене суыған соң осылай пергамент қағаздан ажыратып алыңыздар. Енді кремін дайындайтын боламыз. Сливкемізді кішкене миксерлеп аламыз. Сосын творожный сырымызды салып, сахарный пудрадан 3 немесе 4 қасық қоссаңыздар болады. Енді барлығын ерігенше бірдей қылып миксерлейтін боламыз. Дәл осындай болу керек. Бұлай түсірген кезде түспейтіндей. Енді корждарымыздың бәрін шетін бірдей қылып, әдемілеп кесіп аламыз. Ал енді дайын болған кремімізді корждарымызға жағамыз, бірдей қылып. Кремімізді жақ болған соң тоңазытқышқа кем дегенде 1 сағатқа қойып аламыз. Енді бетіне гана жасайтын боламыз. Сливкиді қатты қайнатпай, ыстық қылып, осылай шоколадымызды салып дайындаймыз. Енді бетіне өздеріңіз білесіздер, қалай сәндесеңіздер де өздеріңіздің фантазияларыңызбен жасасаңыздар болады. Ал пирожныйлар дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте әдемі әрі дәмі де зор болады. Дастарханға қойғанға өте ыңғайлы.